Қайырлы күн достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай шоколадты пирогтың рецебін бөліспекшімін. Ол үшін менімен бірге болып, дәл осы видеоны соңына дейін көріп, егер сіздерге ұнап жатса, лайк қойып кетіңіздер. Ең алдымен бізге қажет заттар: жұмыртқа, қант, сұйық май, айран, сода, ұн, какао, разрыхитель қажет болады. Ең алдымен айранымызға содамызды салып араластырамыз. Таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Және де миксердің көмегімен кішкене араластырамыз. Араластыру барысында қантымызды дәл осылай 2-3 бөлікке бөліп салып отыратын боламыз. Жұмыртқамызды ағарғанша миксерлейтін боламыз. Миксерлеу барысында қантымыз ерігенше араластырып отырамыз. Жаңағы дайындап қойған айранымыз дәл осындай болып көпіршіді. Соданы қосқаннан кейін жұмыртқамыздың үстінен осы айранымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Құрғақ массаларымызды дәл осындай елегіштен өткіземіз міндетті түрде. Және де миксердің көмегімен 2-3 бөлікке бөліп ұнымызды араластырып алатын боламыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Дәл осылай лопатканың көмегімен шет-шетіндегі ұндарын қамырмен біріктіріп араластырып аламыз. Дәл осындай сұйықтықтағы қамыр пайда болу қажет. Қатты сұйық емес, қатты қою емес, видеода көрсетілгендей болу қажет. Осылай әсел пештің дөңгелек листінің астына пергамент қағазын төсеп, қамырларымды салып аламын. Сіздерде пергамент қағаз болмаса, табаларыңызды майлап, қамырларыңызды салып пісіріп алсаңыздар болады. Лопатканың көмегімен осылай шет-шетіне қамырымызды жайып шығамыз. Осылай кішкене сілкіп жіберсеңіздер болады, жан-жағына толық жайылатын болады. Пешімізді 180 градуста қыздырып, 35-40 минут аралығында пісіріп аласыздар. Міне достар, біздің пирогымыз дайын болды. Осылай пышақтың көмегімен шет-шетін алдырып, кесіп алдым. Табаға жабысып тұрған жерлерін осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кесіп, шаймен іше берсеңіздер болады. Әсел пештің осылай листіне пісіруге арналған үлкен көлемдегі біздің пирогымыз дайын болды. Қараңыздар, осылай ортасы піскен, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, дәл осы видеоға лайк қойып кетіңіздер.